Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Туған күнге сыйлауға маған букетке заказ келген болатын. Зефир бірнеше сағат тұрып келу керек, сол себепті букетке дайындықты ертерек бастау қажет. Бұл букет түнгі 12-де өз иесін қуанту үшін арналған, сол үшін букетті түнгі 11-лерде алып кетеді. Мен гүлдерді жасауды таңғы 10-нан бастадым. Букетке пион, роза, гортензия, лилия және ромашка гүлдерін қостым. Гүлдер кепкеннен кейін оларға міндетті түрде сахарный пудра себілу қажет. Подбукетницаға зубочистканың көмегімен орналастырамыз. Гүлдердің түсіне қарай подбукетницаның түсін де үйлестіріп таңдадым және құттықтау сөз жазылған открытканы да қыстырып қойдым. Мінекей осындай керемет, нәзік, әдемі әрі тәтті букет дайын болды. Босқа ысырап болып, мусорға кетпейтін, пайдаға асып, желініп кететін тәтті букетімді осылайша тапсырыс берушіге табыстадым.